Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер картоптан шарик және күріштен шарик жасаймыз. Оны закуска ретінде де, гарнир ретінде де қонағымызға беруімізге болады. Немесе балдарымызға жасап берсеңіздер, өте дәмді болады. Бірінші картопты суға пісіріп аламыз, или сорпаға пісіріп алсаңыздар да болады. Немесе жаңағыдай картопты езгілеп алып, үстіне сүтін, сары майын қосып, әбден езгілеп аласыздар. Каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп қойыңыздар. Болашақта түрлі тағам түрлерін салып отырамын. Енді біздер жаңа картоптан жасаған пюреден шарик жасаймыз. Бұл шарик картоп пюресіне ақжелкен қоссаңыздар да болады, дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Содан кейін біздер енді піскен күріштен жаңа шарик жасаймыз тоже. Бұнда піскен қуырылған күріш те болады, немесе жаңа ақ күріштен де жасасаңыздар болады. Мен мынада енді жаңа сәуізбен қызанақ қосып қуырылған күріштен жасап жатырмын. Күріштен әбден жасап алып, бәрін әбден дөңгелек қылып, шарик қылып қысып жасап, мен қолыма қараңыздар, сондай қылып жасап, шарик қылып, кәдімгі дөңгелек қылып, шарик қылып жасап аламыз әбден. Содан кейін бәрі жасап алған шаригімізді 2 сағатқа морозильникке қойып аласыздар. 2 сағат, одан көп емес. Содан кейін ұнға аунатамыз, ұннан кейін жұмыртқа аунатып, жұмыртқадан кейін наны ұнтағына аунатамыз. Естеріңізде болсын, қалай морозильникке 2 сағаттан көп қойып қоймаңыздар, қатып кетпесін. Мұздатқышқа қойғанда 2 сағат, сағат жарым қойсаңыздар да болады. Кішкене беті қатса болды. Содан кейін біздер әбден нан ұнтағына аунатып аласыздар. Сілкілеп аунатып алыңыздар. Содан кейін қатты қысып тұрған шағу майға 1-2 минут қана қуырып аласыздар, қызарғанша. Одан көп қуырылмаңыздар, нетсең картоптымыз езіліп кетеді. Күріштің ортасы қандай әдемі болды. Бұны біздер гарнир ретінде беруге болады дедім, сондықтан мен бүгін етті котлеттен бердім гарнир ретінде. Бәрін ашып сап, картопты көрсетейін десем, мұның картоптан жасалған шаригіміз өте дәмді. Картоп ақжелкен қосылған көріп тұрсыздар.